Құрметті Қарағанды облысының тұрғындары, 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап, жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі басталды. Жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңіне келесі санат кіреді. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, олар білім беру салаларының қызметкерлері және олардың жұбайлары. Денсаулық сақтау салаларының қызметкерлері және олардың жұбайлары. Мәдениет және спорт салалары қызметкерлері және олардың жұбайлары. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері және олардың жұбайлары. 250-ші нысандағы бастапқы декларацияда Қазақстан аумағынан тыс активтер мен мүліктерден басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталда қатысу үлесі, инвестициялық алтын, бағалы қағаздар көрсетіледі. Сондай-ақ декларациялауға 10 мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің шегінен аспайтын қолма-қол ақша жатады. Декларацияны электронды түрде 15 қыркүйекке дейін келесі әдістермен тапсыруға болады. Электронды үкімет порталы арқылы, е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы және салық төлеуші кабинеті веб-порталы арқылы. 15 шілдеге дейін қағаз жеткізгіште мемлекеттік кірістер органдарына келу тәртібімен не пошта арқылы тапсырыс хатпен декларацияны тапсыруға болады. Болашақ үшін декларациялаңыз.